Көпке болдыңыз ба? Ал енді шалыңыз танымай қалып жүрмесін. Ереке, мама құшақта. Лафа закончилась. Мама. Эй, жандар болсын. Лафа закончилась. Келем ғой. Құда қаласа. Қыдыршы. Үйреніп қатуын маған, үйреніп қатуын кішкене. Мама барды ештеңе уайымдамаймыз ғой, алаңдамаймыз. Енді бала деп жүгіріп келеміз ғой енді. Анау мынау кеште жүру деген жоқ. Кеште жүру деген жоқ. Айтып қойдым, бәрін айтып қойдым. Айттым. Ереке, тұр. Не yapıyorsun? Лафа закончилась, мама кетейін деп жатыр. Ну что это? Енді солай болады еді. Қыдырысты қоясың. Как я... Қыдырысты қоясың, балаға қарайсың. Тағы не істеймін? Тамақ істейсің, пол жуасың. Біз демаламыз. Тұржан, мама қалып қояды қазір. Ал, мама, әдем болып жағып алдыңыз ба? Көп адамдар айтып жатады ғой, ой, генетика мықты, сондықтан да қартаймаймын, бетім всегда күшті деп. Жоқ, ол 25-тен кейін әсіресе 30-дан кейін ағзадан бөлінетін коллаген азаяды, сондықтан да міндетті түрде генетикаңыз қандай мықты болсын, қарай идеальный бетті сақтау үшін күтім жасап отыру керек. Сиқырайна кім сұлу екен деп уход жасап алғаннан кейін сенімділігің артып, прям женская энергияң оянып, өз-өзіңе деген құрметің артып, риза болып ұйықтайсың да. Байқайсыздар ма, көптеген жас болып көрінетін өнер адамдары өзінің қандай уход қолданатынын, қандай крем жағатынын айта бермейді. Ал мен сіздермен бөлсем, жасырып керек емес, тіпті. Ал, қалайсыздар халқым? Нан қарасам бір тұз екен, бір деген сияқты, иә? Келген кісі тұз екен деп ойлайды. Жеуге қорқынышсақ, бірақ бізде қант жейді дейді адамас. Папа, қалайсың жалпы? Жақсы, өзің қалайсың балам? Шүкір, аман Қалай есен. демалдың? Шүкір, аман Қалай есен. демалдың? Жақсы. Жалпы не жаңалық? Неге үндемей отырсыз? Инстаграм ауыл арасында шығып қоятын әдетіңіз бар еді ғой, неге түспей жүрсіз? Сөйлесіңші дегені. Не айтам? Екен құқыда шығып қойды деп отырып алады да. Ал құрметті халық. Кенталмен әнші барады ғой, қалқым, аман бол қалқым деп. Одан басқа да айтамыз, аман болыңыздар, қалдарыңыз қалай. Бізде барлық жақсы, мұнда алдарыңызда отырмыз, таңғы шайымыз ішіп. Дендеріңізге саулық тілеймін, бастарыңызға амандық тілеймін. Келетқан үлкен құрбан айтымыз қабыл болсын, құрбан шалыңыздар. Дайындалайық соған, не? Құрбан шалыңыздар. Дайындалайық соған, не? Сый-сияпат, сыйла жасайық. Қыдырайық, ет жейік деген сияқты. Мен бір екі жеңге мені аңдып отыр. Но қашан қой сұрайды екен, қашан ет жеп, қашан дастархан толайын деп аңдып отыр. Сорпа жейміз деп па? Алла қаласа. Алла қаласа, құрманды саламыз, келіңіздер. Иә. Мама жаңа жүреді ғой, папа